Құрметті оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Бүгін күн пасмурный болып тұр, күн жоқ, бірақ ауа күшті таза. Үйге келе жатырмын, балалардың обедін берейін деп. Адемош ауырып қалған. Адемоштың дәрісін берейін деп үйге келе жатырмын. Дала қар еріп, күн күшті. Көктемді кім жақсы көреді? Күшті демалыстары бітті, ұлдардың шашын басуға шықтық. Адикош маған мұрнымен көрсетіп бірдеңелер мені күлдіріп жатыр. Ұлдардың шашы өсіп кеткен, шашын басуға келе жатырмыз. Күн күшті екен, күн шуақты. Прогулка жасап, қыдырып, ұлдардың шашын бастырып, мешітке соғып, пітір садақа беріп, Құран оқытып шығайық деп мешітке де соғып кеттік. Жақын жердегі мешітке бардық. Сонымен Құран бағыштап, қабыл болсын, желебеп жүре берсін, ұлдардың шашын басып, күшті болып. Үйге келіп, пирожки пісірейін деп, пицца пісіріп берейін деп, қамырына кірісті. Демалыстарыңыз сәтті өтсін, күндеріміз шуақты, нұрлы болсын. Пиццаның тестасына осында бір жұмыртқа, бір кесе сүт, бір кесе су және шамалы сұйық май, 2 қасық қант, 1 қасық тұз салам. Пиццаның наны өте жұмсақ, қытырлақ, күшті болады. Дайындап көріңіздер.